Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен бір апталық кешкі асымен және менің лайфхактарымен бөлісемін. Бірінші бізде борщ. Борщ қып-қызыл болу үшін свекланы етпен бірге асамыз. 1 сағаттай ас болған соң свекланы сыртқа шығарып қоямыз. Сосын сәбіз, жуа, пияз немесе кейбір жерлерде сөйтіп айтады, капуста сала береміз. Картошкамызды салып қоямыз. Сосын томат, лавровый лист, перец. Бәрін болып қана кейін газды өшіріп, свекланы теркадан өткізіп саламыз да, осындай әдемі қып-қызыл борщ болады. Сметанамен бірге қосып жесеңіз, одан да дәмдірек. Екінші бізде манты. Бізде көбінесе манты праздниктерде бірдеңеде істейміз. Бүгін сіздермен тыквамен, асқабақпен манты, картошкамен манты, картоппен және капустамен жасалған мантылардың рецептімен бөлісемін. Манты дәмді болу үшін фаршына мен сүт қосамын. Фарш сол кезде жұмсақ болады және сочный болу үшін ең бірінші пияз қосқан кезде әдемілеп пиязды мыжып аламыз. Сосын кішкене су қосамын. Су, пияз, сосын кейбіреулер құйрық май қосады. Мен құйрық майының орнына кәдімгі растительное масло қосамын. Осындай әдемі қылып үйіп болғаннан кейін бетін маймен жағып жіберем. Сол кезде жұмсақ болып піседі. Келесі бізде палау. Палау дәмді болу үшін майын кішкене көбірек қосқан жақсы. Сосын мен палауға осындай приправа қосамын. Суын мінекей күрішті салып болғаннан кейін, егер күрішті алдын ала суға салып қойсаңыз, күріш кішкене әппақ болып, әдем болып піседі. Сосын тез піседі. Егер асығып тұрсаңыз, суға салып қойыңыздар. Палауды жинаймыз да, сосын тесіп, осындай әдемі шаш палау болады. Біз палауға нот, онда ештеңе қоспаймыз, ешқандай қоспасыз. Сәбізді көп палау тәттірек болады әрине. Мінекей осындай әппақ әдем палау болып шықты. Келесі бізде тауық. Тауықты духовкада істеймін. Паприка қостым, үйдегі не бар, перец бар ма, осындай картошкамен бірге духовкаға салам. Бірінші картошкамды салып алам. Смесь, қандай приправа бар, соларды қоса беруге болады. Осындай әдемі тез дайын болатын тауықтар пісті. Бүгін келесі күні менде мясной салат. Мясной салаттың барлығын қайнатып аламын. Мен жұмыртқаны бірден қосып жіберем картошкамен. Бөлек аспаймын. Сәбіз бәрі пісіп болғаннан кейін мен көбінесе жолдасым турайды. Мен тамақ істеймін. Осындай әдемі бізде оливье болып шықты. Біз оливье дейміз, егер колбаса қоссақ, мясной салат дейміз, егер ет асып қоссақ. Мені кішкене стол дайындағанымды көрсетіп жіберейін. Мынау аджика тұр ғой, тәтті екен, дәмді аджика. Күйеуім не алып келіпті? Мясистый дейді ғой. Мясистый помидор әкепті, өте дәмді. Пюренің маған бір секретін айтты. Тәтем пюрені істеген кезде оған майонез қосады екен. Майонез қосқан кезде кішкене тұзды дәм беріп, дәмі де керемет болады. Сосын мен пюрені осындай миксермен істегенді жақсы көрем. Сол кезде пюрен ондай воздушный болып тұрады. Пюренің қасына біз кәдімгі сосискаларды қуыра салдық. Мынандай етпен, тауықпен осындай дайын сосискалар болады. Бұлар кәдімгі сосискалар емес, холодильниктің ішінде бөлек тұрады.
іздеп қарап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, жылқының етінен, сиырдың етінен және тауықтың етінен бар. Бұны қуырған кезде кәдімгідей сковородкаға қуырып, май көп салмаңыздар, потому что өзінің майы шығады. Кішкене ғана маймен жарылып кетпесін, сол үшін тесіп жібересіздер. Сосын толықтай разморозиться ету керек, жұмсақтау болып тұру керек. Сол кезде жақсы қуырылады. Әр жағынан бүйтіп үлкен жаңағы неде огоньда қуырып жібересіздер. Мінекей осындай дәмді, тәтті ас болды. Ал біз келесі күні тауық панировкамен істеп көрдім. Бұл енді бірнеше күн өтіп кетті, шынымды айтсам. Бірақ қасына қосқым келді. Осы ең оңай екен. Тауықтың несін, терісін алып тастап, сөйтіп неде оңай духовкаға саласыздар. Балаларды KFC деп жеді. KFC-ге енді қатты ұқсамайды, бірақ келеді. Мен кәдімгі чеснок, тұз, тесуді ұмытып кеткен екен. Бұлай тесіп жаңағы мариновка тез болу үшін тесіп істеген жақсы. Бір жарты сағатқа ғана қойдым. Негізі 1 сағат, 2 сағатқа қойсаңыз одан да тәттірек болатын шығар. Паприка салдым. Болғаннан кейін барып үстіп панировочный сухариға айналдырдым да батырып духовкаға салып қойдым. Түбінде қалған соусын да құйып жіберіңіздер, тәтті болады. Духовкаға 180 градусқа бір жарты сағатта пісті, тез пісті. Сосын қасына мен пюре істедім. Бізде көп істейміз пюрені. Не істедім? Подлив істедім. Томатты қуырып алсаңыз, подливіңіз тәтті болады. Әдемілеп жуамен, немен қуырып осындай подлив болып шықты. Мінекей бүгінде пюре екен. Осындай тәтті, дәмді ас болды. Қазір ішін көрсетемін. Мінекей толықтай піскен. Келесі бізде 10 минутта дайын болатын пирог. Шынымды айтсам 10 емес, даже 5 минутта дайындауға болады. Ингредиенттері 5 жұмыртқа, 1 стакан тұз, 1 стакан қант, 1 стакан сондай қантпен бірдей қылып ұнды алыңыз, сәл-сәл аздау, потому что не қосасыз, какао қосасыз. Тұз дей бердім ғой. Қантпен жұмыртқаны, 5 жұмыртқаны араластырып аламыз. Әдемілеп қант ерігенше. Мен көп араластырмаймын, где-то 2 минут, 3 минут араластырам. Көтерілсе болды. Балаларым көмектесті сол күні. Араластырып болғаннан кейін разрыхлительмен какаоны, ұнды бірден салып жіберем. Кейбіреулер ситадан өткізіп, шамалдан салуға да болады. Мен енді көбінесе асығыс істеймін. Сондықтан бәрін салып жібере салам. Үстіп әдемілеп іртігі қалмасын деп көп араластырмаңыздар. Кішкентай көтерілмей қалады. Оны араластыма болды, уже тоқтата беруге болады. Мен мультиваркаға істедім, түбін үстіп майлап. Кәдімгі духовкаға істесеңіздер де жақсы көтеріледі. Духовканы майлап 50 минутқа қоя салдым. Жасалуы, істелуі оңай. Өте көп ингредиенті керек емес, сүтте керек емес, майды да салмайсыз, сметана да қоспайсыз. Үстіп сосын бетіне кәдімгі казахстанский шоколадты сары маймен ерттім да бетіне құйдым. Сары маймен неғсаңыз шылтырап тұрады беті кәдімгідей еріп. Үйде не бар, сомен әсемдей беруге болады. Кәдімгі 2 бөліп, егер ортасына крем, заварной крем бар, сондай істеуге де болады.
келесі бізде бауыр. Мен осындай ғана бауырды жеймін. Негізі бауырды жақсы көрмеймін де, жемеймін де. Бірақ соямен осындай тушить етілген бауырды сүйіп жақсы көріп жеймін. Әдемілеп пиязды қуырып болғаннан кейін бауырды кішкене қатырыңқырап не қылсаңыздар, кессеңіздер оңайырақ болады. Бетіне төсейміз, жуаның бетіне саламыз да, пияздың бетіне. Сосын бірінші осы суыңызды дайындап алыңыздар. Кәдімгі суға ұн, соя көбірек қосаңыз тұзырақ болады. Тұз, сосын бұрыш салып, өстіп бетіне құйып жібереміз. Лавровый лист салыңыздар, обязательно дәм береді әдемі. Сөйтіп бетін жауып қоямыз. Жаймен тушиться етіледі. Где-то бауыр енді бір 15 минутта дайын болады, тез дайын болады. Чеснок салсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет. Мен күйеуім паприка сал деді, паприка да салып жібердім ішіне. Осындай ұны көп болса густой болады. Күрішпен істедім. Егер күріштеріңіздің су көп болып кетсе, шашпалы болмаса, осындай кеуіп тұрған нанды салсаңыз, суын бірден тартып алады. Сосын күрішті салған кезде кесесін салқын сумен шайып жіберсеңіз тез түседі. Осындай керемет кешкі ас болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.